Қайырлы күн, бүгін 7 сынып алгебра есептерін шығарамыз. Соның ішінде 37 параграф есептері. Ең бірінші есеп 37-те 9. Бұл жерде бізге біріншісінде S тең 350 километр деп жазған. V1 бізде километр сағат деп айтқан. Ал V2 45 километр сағат деген. Бұл керек уақытты, яғни тыны. Бұл Т табу керек деген сөз. Енді формуланы жазатын болсақ, бізде бұл жерде тыны табу үшін S бөлінген V1 қосылған V2. Сонда жауабы бізде 350. V1 бізде 55 болса, екіншісі 45. Енді 350 мына жерде 100 шығады. Сонда 35-ті 10-ға бөлген кезде 3,15 сағат. Сонда жауабы Т тең 3,15 сағатқа. Екіншісінде S тең 465, V1 85 километр сағатқа. V2 табу керек бізде тыны. Т тең S V1 қосылған 70 тең 85-ке 70 қосқан кезде шығады 155. Сонда шығады 3 сағат. Жауабы Т тең 3 сағатқа. Келесі есеп 37-те 10-шы есеп. Мысалы, біріншісінде мына бөлшекке бізге x-тарға сан берілген. Сол сандарды қойған кезде бұл бөлшектің мәні болады ма, немесе болмайды ма, соны сұрап тұр. Ал біріншісін бастайық. X тен 0 деп тұр. Мысалға, кез келген санды 0-ға көбейтсек, ол мәні 0-ға тең болады. Яғни мәні болмайды. Мысалы, себебі 3-ті 0-ға көбейтсеміз 0 шығады. X бізде 0-дің кубын сұрап тұр. Минус 3 көбейтілген x-тің квадратын 0-дің квадраты деп тұр. Бәрі бірде мына жерде 0, мына жерде 0, мына жерде 0 шығады. Яғни мәні 0 болады. Яғни x 0-ға тең болған кезде мәні болмайды. Келесі x тен 0,15-ке тең болған кезде деп тұр. Сонда 3 көбейтілген 0,15 x-тің кубы деп тұр. Яғни 0,15-тің кубын сұрап тұр. Минус 3 көбейтілген 0,15-тің квадраты. Тең 0,15 3-ке өткен кезде бізде шығады 1,15 саны. 0,15-тің кубы бізде 0,125 минус 3 көбейтілген 0,15-тің квадраты 0,125 тең мына жерде 1,15 шығады. Бөлімінде мына жерде 3-ті 0,125-ке көбейткен кезде шығады 0,125, азайтқан кезде шығады минус 0,625 саны. Тең минус 2,4-ге. Келесі x-тен 2-ге деп тұр. Сонда орнына қоямыз. 3-ті 2-ге көбейту керек. X-тің квадраты, яғни 2-нің квадраты сұрап тұр. Минус 3 көбейтілген 2-нің квадраты. Мына жерде куб сұрап тұр, кешірім өтінемін. Сонда 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6 бөлімінде 2-нің кубы бізде 8 минус 2-нің квадраты бізде 4, 4-ті 3-ке өткен кезде 12 саны болады. Сонда
6-ны минус 4-ке бөлген кезде шығады минус 1,5 саны. Келесі 4,6. Сонда 3-ті көбейтеміз 4,6-ға. Бөлімінде 4,6-ның кубын сұрап тұр. Минус 3 көбейтілген 4,6-ның квадратын сұрап тұр. Сонда 4,6-ны 3-ке көбейткен кезде шығады 13,8. 4,6-ның кубы бізде 97,336 саны. Минус, бұл жерде 4,6-ның квадратын көбейтеміз 3-ке деп тұр. Сонда 63,148 саны шығады. Тең 13,8 бөлінген 97,336-ны 63,148-ге айтқан кезде шығады 33,850 саны. 56 саны. Сонда бөлген кезде 0,4 саны шығады. Келесі x 3-ке тең болған кезде 3-ті 3-ке көбейтіп тұр мына жерде. Бөлімінде 3-тің кубын сұрап тұр. Минус 3-ті көбейтеміз. 3-тің квадратын сұрап тұр. Тең 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9. Мына жерде 3-тің кубы бізде 27. Минус 3-тің квадраты бізде 9 болса, 9-ды 3-ке көбейткен кезде 27 шығады. Сонда 9-ды 27-27 азайтқан кезде 0 шығады. Ал санды 0-ға бөлге болмайды, сонда x-тің мәні 3-ке тең болмауы керек. Келесі екіншісінде бізде осындай бөлшек берілген, және де s тең минус 2-ге деген. Сонда орнына қойайық. 2-ні көбейтеміз минус 2-ге. Минус 3. Сосын 2-ні көбейтеміз минус 2-нің кубына. Минус 3 көбейтілген минус 2-нің квадратына деп тұр. Сонда 2-ні минус 2-ге көбейткен кезде минус 4 шығады. Минус 3 жазамыз. Және де мына жерде 2-ні көбейтеміз. Минус 2-нің кубы бізде минус 8 болады. Минус 3 көбейтілген минус 2-нің квадраты бізде 4-ке тең. Яғни минус 2-ні минус 2-ге көбейткен кезде 4 шығады. Минус 4-ті минус 3-тен айтқан кезде шығады минус 7. Бөлімінде мына жерде минус 16 шықса, мына жерде минус 3 пен минус 2 бізде плюс айналып кетеді. Сонда мына жерде плюс болады. Сонда қосылған мына жерде 12 болады. Тең. Енді минус 7 бөлімінде минус 16 қосылған 12 бізде шығады минус 4 саны. Тең. Жауабы минус пен минус плюс айналып кетеді. Сонда 1,175 саны шығады. Келесі s тең 4,15-ге деп тұр. Сонда 2-ні көбейтеміз 4,15-ге минус 3 деп жазамыз. 2-ні көбейтеміз 4,15-тің кубына. Минус 3 көбейтілген 4,15-тің квадратына. Тең. Енді 4,15-ті 2-ге көбейткен кезде шығады 9. 9-ды минус 3-ке азайтып 9 минус 3 деп жазамын. Сонда 4,15-тің кубын 2-ге көбейткен кезде шығады 182,125 саны. Минус 4,15-тің квадратын 3-ке көбейткен кезде 60,175 тең. Сонда 9-дан 3 азайтқан кезде 6,21,5 саны. Сонда бөлеміз, сонда шығады 0,4 болған кетсін 0,4 саны. Келесі s-тен 6,4-1-ге деп тұр. Бұны біз аралас санды бөлшек санға айналдыруға болады, бірақ та осылай қалдыра салсақ та тиімді болады. Сонда 2-ні көбейтеміз
6,4-1 минус 3. Сонда 2-ні көбейтсеміз 6,4-1-дің кубына минус 3 көбейтілген 6,4-1-дің квадратына. Енді 2-ні 4-ге қысқартамыз, сонда мына жерде 1 қалады, мына жерде 2 қалады. Сонда алымында 6,2-1 минус 3 болса, бөлімінде кубтарды кубпен квадратты ашуымыз керек. Сонда 2 көбейтеміз 6, көбейтеміз, енді 4-1-дің кубын табамыз. 4-1-дің кубы бізде 64,1 болады. Минус 3 көбейтілген 6. 4-1-дің квадраты бізде шығады 1. Сонда 2 мен 64 қысқарады, сонда мына жерде 32 қалса, мына жерде 1 қалады. Ал мына жерде 6 мен 16 қысқарады, мына жерде 3 қалса, мына жерде 16-ны 2-ге бөлген кезде 8 болады. Мынау алымында да сандар қысқарады, 1, мына жерде 3 қалады. 3-ті 1-ге өткен кезде 3 болады, 3-тен 3 азайтқан кезде сол жазамыз. Мына жерде 6 көбейтілген 32-ден 1-ді жазамыз, минус 3 көбейтілген 3,8. Сонда жауабы мына жерде 3-тен 3-ті азайтқан кезде 0 болса, бөлімінде мына жерде 6 мен 32-де қысқарады, сонда мына жерде 3 қалса, мына жерде 16 қалады. Сонда 16 алымында 3 болады. Яғни мына жердегі 3-ті 1-ге көбейте саламыз, сонда 3-ті мына жаққа жібереміз. Минус мына жерде 3-ті 3-ге өткен кезде 9, 9-дың 8-дің үстіне 9 жазамыз, сонда осылай. Мына жерге ортақ бөлім беретін болсақ, 2-ні береміз, сонда 16, 3 минус 9 2-ге өткен кезде 18 болады. Сонда 0, 3-тен 18 азайтқан кезде минус 15. Ал келесі S 3-тен 2-ге тең болған кезде деп тұр. Сонда 2-ні көбейтеміз 3-тен 2-ге, азайтамыз 3-ті. Бөлімінде 2-ні көбейтеміз 3-тен 2-ге, оның кубын табамыз, яғни куб. Минус 3 көбейтілген 3-тен 2 квадраты деп жазамыз. Енді мына жерде 2-ні 2-ге өткен кезде 4 болады, ал бөлімінде 3 болады. Азайтылған 3 жазамыз. Мына жерде 2-ні көбейтеміз. Мына жерде 2-нің кубын сұрап тұр, бізде 8 болады. Ал 3-тің кубы бізде 27-ге тең. Минус мына жерде 3-ті көбейтеміз. 2-нің квадраты бізде 4. Бөлімінде 3-тің квадратын сұрап тұр. 9. Енді 3-тің астында көрінбейтін 1 бар деп елестететін болсақ, мына жерде сонда толықтауыш көбейткіш береміз, 3 болады. Сонда ортақ бөлім 3 болса, мына жерде 4 минус 3-ті 3-ге өткен кезде 9, 4-тен 9 азайтқан кезде шығады минус 5 саны. Мына жерде 3 пен 9 қысқарып кетеді, сонда мына жерде 3 қалады, мына жерде 1 қалады. 2-ні 8-ге көбейткен кезде шығады 16, бөлімінде 27 шығады. Азайтылған мына жерде 3, мына жерде 4 болады. Тоже ортақ бөлімге келтіреміз, сонда толықтауыш көбейткіш берсек, мына жерде 27 болу үшін 3-ке біз 9-ды беруіміз керек. Мына жерде минус 3-тен 5 болса, мына жерде 27, 16 минус 4-ті 9-ға көлткен кезде шығады 36, 16-ны азайтқан кезде шығады минус 20 саны. Минус 5
бөлінген деп жазамыз. Минус 27-ден 20 деп жазамын. Сонда біз білеміз, бөлшек сандарды бөлген кезде бізде кері санға айналдырып жіберуіміз керек. Сонда минус 3 көбейтілген, мына жерде 20-ны астына жібереміз. Сонда 20-ны астына жіберген кезде осылай болады. Мына жерде минустымды кетіппін. Сонда 27 болады. Тен қысқарамыз. 3 мен 27-ні мына жерде 1 болсын, мына жерде 9 қалады. Мына жерде минус пен минус плюсқа айналып кетеді. Оны жазбай ақ қоямыз. Енді минустарды 5-те 9-ға көбейткен кезде шығады. 45 бөлімінде 20. Қысқартамыз. Қысқартқан кезде 5-ке қысқартамыз. Сонда 9 болса, мына жерде 4 болады. Аралас санға айналдырсақ 2,4-тен 1 болады.